Сәлем балалар. Бүгін бізде әліппе 1-ші сынып 13-ші сабақ. Тақырыбымыз А дыбысы мен әрпі. Балалар, суретте А дыбысы белгіленген, иә? А әрпін асықтардан жасап көрсет деген. Содан кейін суретте ара берілген, иә? Ара 3 әріп. Одан кейін А деп 3 А әрпі беріліп тұр. Ал енді балалар, суретте аю қашып бара жатыр, иә? Осыған сөйлем құрастырайықшы. Аю балды алып қашты. Аралар оны қуып, өйткені балды аралар жасайды. Аю қорыққаннан А деп айқайлады. Яғни бұл жерде ара деген сөзде 2 А дыбысы бар, иә? Және де А деп қашты деп айқайлаған кезде дегенде, бұның барлығы дерлік А әрпінен басталады. Яғни балалар, біздердің өмірімізде А деген әріптен келетін сөздер өте көп, иә? Аю деген сөзде де А әрпі бар. Бал деген сөзде де ортасында А әрпі бар. Көп сөздерде А деген әріп кездеседі. Енді балалар, суретте нені көріп тұрмыз? Бірінші суретте ата, екінші суретте нан, үшінші суретте ана. Бірінші суретте ата дегенде ортасында Т деген дауыссыз дыбыс, иә? Үшінші енді тапсырмамыз бірінші суретте алма. Алма 2 буын. Екінші асық, 2 буын. Үшінші банан 2 буынды сөз, иә? Осылайша балалар, суреттерге қарап, А әрпінен келетін сөздерді осылай жазамыз, оны буынға бөлеміз. Тор көздерде қызыл суретпен берілген, қызыл нүкте олар дауысты дыбыстар, ал көк дауыссыз дыбыстар болады. Сонымен балалар, А деген әріпке келетін болсақ, кириллицаға негізделген әліпбидің бірінші әрпі. А дауысты дыбыс. Адан келетін отбасы мүшелері: ана, апа, аға, ата. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз А дыбысы мен әрпі болатын. Балалар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.